Ата-анасы 19 жастағы сарбаздың денесін қазып алмақ. Ата-анасы 19 жастағы сарбаздың денесін қазып алмақ деп хабарлайды бүгін KZ порталы Закон KZ сайтына сілтеме жасап. Туыстары азаматтық борышын өтеуге өзі сұранып барған көкшетаулық жігіт кісі қолынан өлгенін қалай да дәлелдейміз деп отыр. Алматы облысында дауыл кезінде қаза тапқан делінген сарбаз Алмаз Шакимовтың денесіне туыстары эксгумация жасатты. Олар 1,5 жыл әділдік іздеп таппаған соң осындай қадамға барды. Алматының әскери прокуратурасы болды. Одан әділдік болмады. Өзіміздің бас прокуратураға, Астананың әскери прокуратурасына бәріне бардық. Бәрінде де әділдік, шындық болмады. Істі жылы жаппақшы өзімізге қарсы шығып дейді марқұм сарбаздың әжесі Күлмайда Туғанбаева. Сарбаздың туыстары аса қиын болса да, ұлдарын қара жерден қазып алуға тәуекел етіпті. Олардың айтуынша, марқұмның иығы, 2 аяғы сынған, санына шеге тыққан, басы жарылған. Мұның барлығы әскердегі әлімжеттік. Алмастың ажалы адам қолынан болды дейді туған-туысқандары. Олар эксгумация жасап тәуелсіз сарапшылар шақыртқан. Еске салайық, 19 жастағы Алмаз Шакимов Алматы іргесіндегі полигондардың бірінде әскери жаттығу кезінде құмды дауыл басталып, өзге сарбаздарды құтқарып жүріп мерт болған. Әскер басшылығы оның басына темір құрастырылмалы палатка құлады деп рапорт берген. Қайтыс болғаннан кейін ерлігі үшін медалымен де марапаттаған. Бірақ туғандары ол медалдан бас тартты.